Педагог, жазушы Масқұт Әлімжанұлы тәрбиенің негізгі мақсаты дені сау ұлттық сана сезім оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу деп өз мақалаларында көрсеткен. Руханилықтың негізінде адамның мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-өзі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. Рухани адамгершілік тәрбие бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау дағдыларының нормалары. Ұйымдағы қарым-қатынас мәдениетін, тұрақтылығын қалыптастыратын жөнінде Мақсұт ағамыз көп айтқан. Педагог өз толғауларында төмендегідей ой қозғайды. Жақсылыққа жақсылық бейбақта да кездесер, жамандыққа жақсылық саңлақ қана іздесер. Жаманға бас болғанша жақсыға қос болғайсың, жеке саусақ толғанша тас жұдырық болғайсың. Осы өлең шумақтарын ағамыздың жақсылыққа жақсылық әркімнің ісі, жамандыққа жақсылық тек жақсының ісі деген тәрбиелік оймен үндескендей. Үлкенді сыйлау адамгершіліктің бір негізі. Мақсұт ағамыздың өлеңдері әр студент бойында жақсымен достас, жамандық жасаған адамға жақсылықпен қайтар. Мықты бол, ұжыммен бірге бол. Жақсылыққа ұмтылудың және кәсіби маманның бойындағы жақсылықтың ұшқынын көруге бағыт беріп отыр. Шығармаларында көбінесе Мақсұт ағамыз жақсы іс жасау әрбір адамның міндеті. Міне, біз сол міндетті орындауымыз керек деген өзінің тамаша өлең шумақтарын жаза отырып, біліммен қаруландырып, біздерге ұран тастап отыр. Адамзаттық құндылықтар білім алушылардың бойында осындай жақсы өлең жолдармен сусындап нәр аламыз. Өз дәрістермен, куратор сағаттарында осы кісінің терме шығармаларын қолдану арқылы болашақ педагогтардың бойында адамгершілік тәрбиені қалыптастыруға тырысамын. Адамгершілік адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін рухани дәуіріне жаңа қадам болып табылады. Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс тіршілігінен, өзінің қоршаған табиғатынан бойына сіңіреді. Мақсұт ағамыз әрбір өлең жолдарын болашақ ұрпаққа деген тәлімдік сілтемелік көруге болады. Менің ойымша, Мақсұт ағамыздың әрбір шығармасы қазіргі білім алушылардың кәсіби маманға талпыну үшін өз маманның шебері болуға тәрбиелейді.